Түркістандағы оқушылар сарайында ұстаз жолы ұлы жол тақырыбында ұстаздар күніне орай мерекелік концерт өтті. Оған Түркістан облысы әкімі Дархан Сатыбалды қатысып, білім саласында аянбай еңбек еткен барша ұстаздар қауымын кәсіби мерекесімен құттықтады. Бәріміз де ұстаздарға қарыздармыз. Сондықтан ұлағатты ұстаздардың алдында барлық адам құрметпен бас иеді. Табыс тілеймін, мереке құтты болсын. Жақсы оқушылармен бізді қуанта беріңіздер. Ертең осы Түркістан облысына келіп, осы еліміздің өсіп өркендеуіне үлестерін қоса берсін. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша республикадағы 7500 мектептің 100 үздік мектебі тізіміне Түркістан облысының 11 мектебі енді. Оқушыларымыз 6 халықаралық, 24 республикалық білім сайыстарына қатысты. Додалардан 25 алтын, 32 күміс, 64 қола медаль иеленді. Республикалық ұлттық мектеп лигасы жарысы да табысты өтті. Түркістан облысының оқушылары 11 алтын, 9 күміс, 7 қола медальға қол жеткізіп, жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды. Бұл үлкен мақтаныш. Осы деректерге тоқталған өңір басшысы республикалық, облыстық олимпиада және спорт жарыстарының жеңімпаздарын дайындаған 20 мұғалімге өз атынан марапат ұсынып, арнайы сыйлықтар табыстады. Еңстеріңіз құтты болсын. Уақытша марапат иеленеді деген қошеметтеріңіз болсын. Кенжеева Гүлшат Шайлауқызы, Шардара ауданы. Мерекелік іс-шараға ұлы ұстаз Әл-Фараби сахналық қойылымымен жалғасып, ардагер ұстаздарға да құрмет көрсетілді. Олардың арасында Дархан Сатыбалдыға білім берген 2 ардагер ұстаз да арнайы қатысып, ізбасар әріптестерін құттықтады. Әуезді әндер шырқалып, мың бұралған бишілердің өнері дүйім жұртқа ерекше көңіл күй сыйлады. Қай уақытта болса да өздерінің тәрбие берген шәкірттері ұстаздарын құрметтеп, аялап өтеді деп өзімнің оқушыларыма сенім білдіремін. Қала берсе бүгінгі күнде мақтан тұтып отырған бүгінгі күні өзіміздің облыс әкімі Дархан Сатыбалды мектебіміздің шәкірті екендігін және де Астана қаласының әкімі Алтай Көлгеновтың өзіміздің мектебімізде білім алып, өздерінің алған білімін өмірде қолдана біліп, осы дәрежеге жеткеніне өте қуаныштымыз деп айта аламын. Барлық ұстаздарды бүгінгі мереке күнімен шын жүректен құттықтаймын. Түркістан облысында жалпы 983, оның ішінде 75 жекеменшік мектеп бар. Соңғы жылдары 83 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Ал қазір 59 мектеп салынып жатыр. Сонымен бірге ұстаздардың біліктілігін көтеру жұмыстары да жалғасады. Жантөре Болысмұрат, Мейіржан Ғалымжанұлы, РТВ жаңалықтары.